Түннің қай уақыт екені белгісіз, ешкінің маңыраған даусынан оянып кеттім. Жан-жағыма қарап, тау ішінде ұйықтап қалғанымызды аңғардым. Ермекті ояттым. Ол да естіді ме, мына ешкі малдан бөлініп қалған ба деп орнынан тұрды. Ешкінің даусы шыққан жаққа қарай барды, бірақ Ермек ол жерден ешкіні байқай қоймады. Ешкі маңырағанын тоқтатты. Мен де Ермектің қасына бардым. Әрі-бері көз жүгірттік. Ешбір тіршілік иесі байқалмайды. Сөйтіп тұрғанымызда ешкінің дауысы қарсы жақтан шықты. Ана жаққа кетіп қалыпты ғой деп солай қарай жүрдік. Дауыс шыққан жерге жақындағанда ешкі тағы үнсіз қалды. Олай-былай жүрдік, ешкі көрінбейді. Мынау жын ба, шайтан ба деп езу жиғанымызша ешкінің дауысы үшінші жақтан шықты. Енді екеуміздің де бойымызды қорқыныш биледі. Мастығымыз да тарқай бастаған сияқты. Қой, үйге қайтайық деп тұсаулы жүрген аттарға қарай жүгірдік. Аттар біраз жерге ұзап кеткен екен. Аттарға қарай жүгіре бастағанымызда арқа жақтан ешкінің дауысы естілді. Артқа бұрылсақ, еш нәрсе жоқ. Алға жүре бастасақ, арқа тұсымыздан ешкінің дауысы қайта шығады. Енді шындап қорға басадық. Екеуміз бір-бірімізге иық тіресіп жақындай түстік. Дауыс шыққан жаққа қарап біраз тұрдық. Бұрылып алға 2-3 қадам басып үлгермей, ешкі дәл арқа тұсымыздан тағы да маңырады. Екеуміз де кілт бұрылдық, еш нәрсе жоқ. Айнала тып-тыныш. Шырылдаған шегіртке мен анандай жерде жайылып жүрген аттардың пысқырынғаны ғана естіледі. Өне бойым шымырлап, аяқ-қолдарым дірілдеп кетті. Байқаймын, Ермек те дірілдеп тұр. Енді алға бұрылсақ, ешкі желкемізге секіріп мінетін сияқты. Екеуміз де үнсізбіз. Бір кезде Ермек менің ойымды оқығандай, алға бұрылмай осылай теріс жүрек деді. Сөйтіп екеуміз алға бұрылмай 50-60 метрдей жерді теріс жүріп аттарға міндік. Ешкі соңымыздан ермей қалып қойған сияқты. Атқа отырып үйге қарай бет алдық. Екеуміз де арқа жаққа қайта-қайта қарайлаумен келеміз. Ешкінің даусы естілмейді. Бір кезде Ермек, "Ернар, менің арқа жағыма қарашы" деді. Қарадым, ештеңе жоқ. Ермектің даусы дірілдеп тағы да, "Аттың арқасына біреу мінгесіп отырған сияқты" деді. Қараймын, ештеңе көрінбейді. Саған солай көрінген сияқты, ештеңе де жоқ дедім. Бір кезде Ермектің даусындағы діріл күшейіп, "Арқама ешкінің тұяғы батып келеді. Анық сезіп отырмын, жаңағы ешкі аттың арқасына мінгесіп алды" деді де атқа қамшыны басып шаба жөнелді. "Түс иттің баласы" деп айғайлап барады. Мен де Ермектің соңынан ере шаптым. Ермек оқ бойы озып жеткізбей ұзап барады. Жылап, "Түс" деп айғайлап бара жатқан дауыс естіледі. Бір кезде Ермектің аты сүрініп жығылды. Мен жеткенде Ермек анандай жерде ес-түссіз жатыр екен. Ат та тұра алмай жатыр. Сары күзеннің ініне кіріп аяғы сыныпты. Ермекті атқа өңгеріп үйіне жеттім. Ол кезде таң да ата бастаған еді. Үйіне барған соң Ермек есін жиып көзін ашты, бірақ тіл қатпайды. Ешқандай қозғалыс та жоқ. Арадан 2-3 сағат өткенде Ермек тілге келді. Бір жақ аяқ-қолын сезбей жатқанын айтты. Содан Ермек аудан орталығындағы ауруханаға барып бір ай жатып емделіп шықты. Бірақ содан соң бір аяғын сылтып басатын болып қалды. Кейіннен болған жайды айтқанымызда оған ешкім сенген жоқ. Қайта өзімізді мазақ етіп, "Естеріңді білмей қалғанша арақ ішіп белограчка болғансыңдар ғой" деп үстімізден күлді. Бәлкім біреу айтса, мен де сенбес пе едім, бірақ өз басынан өткен нәрсені қалай жоққа шығарам.